Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мариям. Бүгін сіздермен дастарханыңыздың сәнін келтіретін фунчуза салатын дайындаймыз. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Фунчузаға арналған лапшамызды алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бетін жауып 6-8 минутқа қойып қоямыз. Тартылған етімізді алып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Одан соң көкөністерімізді тураймыз, яғни қиярдан бастаймыз. Осылай видеодағыдай ұзыншалап, соломка қылып тураймыз. Тәтті бұрышымызды ұзыншалап тураймыз. Лапшамыз дайын болды. Лапшаны қайнап тұрған ыстық судан алғаннан кейін салқын суға бір салып алыңыздар. Өйткені ыстық судан кейін тұра берсе, яғни суын сырғытып болғаннан кейін арасы жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті салқын суға бір салып алыңыздар. Және де видеода көргендей пышақтың көмегімен немесе қайшының көмегімен кесіп аласыздар. Одан кейін көкөнісімізді саламыз. Сәбізімізді алып, арнайы теркамен өткізіп аламыз. Бір дана сарымсағымызды өткізіп аламыз. Қалауыңыз бойынша петрушка, укроп қоссаңыздар болады. Салатымызға қуырылған етті саламыз. Үстіне сұйық май құямыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Және де жарты шай қасық кристаллик саламыз. Фунчузаға арналған өзінің чим-чимі болады, бірақ мен осындай әдіспен жасаймын. Яғни маркавчаға арналған приправаларды саламын. Көз мөлшерімен салып жатырмын қазір. Сіз де дәміне қарай қалауыңызша салсаңыздар болады. Және де қызыл бұрыш саламыз. Одан соң сірке суын құямыз. Яғни бір шай қасық. Салатымыз дайын болды, жақсылап араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды. Мен әр ай сайын жасап тұрамын. Сіздермен болған Мариям. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Баршаңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.